37 хадис. Мүміннің басына түскен қайғысы тозаққа түсірмейтін қалқан болады. Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, былай деген: Аллахтың алдына күнәсіз барғанға дейін мүмін ер мен әйелдің басына, бала шағасына, мал мүлкіне бәлекет келіп тұрады. Хадиске түсініктеме: мүміннің өмірі сабырдан тұрады. Құлшылығын орындағанда сабырмен сыналса, Аллахтың тыйымынан сақтағанда да сабырмен сыналады. Оның соңы қайырлы болатындығы да сондықтан. Мұндай сипат тек мүмінге ғана лайық. Егер мүмін пенде қиыншылыққа душар болса, жағдайды сабырмен шешіп, тиімді пайдалануды айтып отыр. Сондай-ақ имандылықтың жеткізер жетістігі мол екендігін де білуге болады. Үмбетіне әрдайым Аллахтан тыныштық пен берекет тілеуі өсиет еткен Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, сауаптың көп болу үшін қайғы сұрауға мүлдем қарсы болған. Сондықтан Хазіреті Абу Бәкір, Алла оған разы болсын, қайғы мен қасіреттің ішінде жүріп сабыр еткенше, қуанышқа бөленіп жүріп шүкір ету мен үшін әлдеқайда артық деген. Мүмін сауабым көп болсын деп қайғыны тілемейді, бірақ Аллахтың сынақ үшін берген қайғысына сабыр ету қажет. Мүміннің басына келген қайғы мұңның екі түрлі себебі бар. Біреуі күнәнің кешірілуі үшін болса, екіншісі дәрежесінің өсуі үшін. Өйткені дүниедегі қиыншылықтың көпшілігі пайғамбар мен әулиелердің, иман жүзділердің басына келеді. Екі түрлі жағдайда да мүмін үшін ең қайырлы сәттердің бірі болып саналады. Өйткені Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, Аллах тағала қандай да бір құлына қайыр тілесе, оның жазасын дүниеде береді. Ал жамандық тілесе, оның жазасын қиямет күні толық беру үшін дүниеде бермейді дейді. Аллах тағала жер бетінде жаратқандарының ішінде адам баласына ерекше үлкен дәреже берген. Мұншалықты үлде мен бүлдеге орануын басты себебі сүйіспеншілігінің нәтижесі. Жұмақтың жаратылуы Аллах тағаланың адамзат баласына деген сүйіспеншілігінің арқасында болса, тозақты жаратуының да басты себебі сол сүйіспеншілігінің айқын көрсеткіші. Сондықтан да Алла тағала сүйікті құлдарының күнәлары кешірілуі үшін бастарына бәлек жібереді. Олар мұның сынақ екенін түсініп, сабырлық танытып, қолдан келгенше шыдап бағады. Олардың мұндай әрекеттеріне Аллах тағала разы болып, жұмаққа кіргізеді. Ал сәл нәрсеге шыдамсыздық танытып, бейжай күйге түскендерді тозаққа жібереді. 38 хадис. Жауапкершілік. Абдуллах бин Омардан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, былай деген: сақ болыңдар, сендер шопансыңдар. Әркім өз отарынан сұралады. Адамдардың басындағы әмірші шопан болып есептеледі. Ол өз отарына жауап береді. Отағасы жанұя мүшелерінің шопаны. Ол да олар үшін жауапты. Әйел кісі күйеуінің үйі мен балалары үшін шопан болып есептеледі. Ол да олар үшін жауапты. Сендердің барлықтарың шопансыңдар және өз отарларың үшін жауап бересіңдер. Хадиске түсініктеме: Аллах тағала жер бетіндегі барша нәрсені белгілі бір жүйемен жаратқан. Осы жүйенің бұзылмауы үшін адамға жауапкершілік жүктеген. Ол Аллахтың алдына ерекше беделге ие болғандықтан оның жауапкершілігі өте үлкен. Өйткені оның мүмкіншілігі мол. Жауапкершілікті сезіне білетін қоғамда ең бақытты қоғам десек болады. Осыдан қоғамдағы ең үлкен жауапкершілік пен міндет оның басындағы басқарушыға жүктеледі. Оның әрбір ісі қоғамда ерекше рөл ойнайды. Ол қоғам ішінде жақсылыққа қарай бейімделсе, жақсы адамдар қаптай бастайды. Жақсы адамдардың саны көбейеді, ал жамандыққа қарай итермелесе, онда бейәдеп адамдар қаптай бастайды. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, әрбір қиянатшыл адам үшін қиямет күні қиянатының мөлшерінде жалауы беріледі. Ең үлкен қиянат адамдардың басына отырған адамның қиянаты деген. Қоғамның тәртібіне мемлекет басшысынан кейін әрбір жанұяның отағасы жауапты болады. Содан кейін әйел затының да өзіне тән жауапкершілігі бар. Әйел адамның жауапкершілігін сезіну бақыты қоғамның құрылуына жетелейді. Болашағын ойлаған адам алдын ала қамданып, жерге дән сеуіп өлместің қамын жасайды. Ал жарты ғасырлық өмірін ойлағандар ағаш отырғызып, оның көлеңкесін ойлайды. Бір ғасырдан кейінгісін ойлағандар ұрпақ тәрбиесімен шұғылданады. Ұрпақты өнегелі әрі халыққа пайдасы тигізетіндей дәрежеде өсіру үшін олар әйел адамға жауапкершілік сезімін білдіреді. Мұны істей алмағандар өмірде адам тәрізді өмір сүру мүмкіншілігінен айырылады. Жауапкершілікті терең түсінген Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, сахабаларға: егер сендер менің білгенімді білетін болсаңдар, көп жылап аз күлетін едіңдер.
төсекте әйелдеріңмен ләззат алмайтын едіңдер, Аллахтан қорқып тауға қашатын едіңдер деген. Хадисті риуаят еткен Абу Зар әттең адам болғанша отын болғанымда ғой деп өкінішін білдірген екен. Жауапкершілікті сезінген адамдардың бірі Хазіреті Абу Бәкір, Алла оған разы болсын, құсқа былай тіл қалыпты: әй құс, сен қандай бақыттысың, ешқандай жауапкершілігің жоқ, бұтақтан бұтаққа қонып сайрап жүресің. Әттең мен де сен сияқты құс болғанында ғой. Сөйтіп ол өз сезімін осылайша жеткізіпті. Ал шайтанның үрейін ұшыратын Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, өзен жағасындағы өсіп тұрған шөпке былайша дауыстайды: әттең Омар болмай шөп болғанымда, шөпті ешкілер жеген болар еді. Ал оны адамдар міне осы сөздердің барлығы мұсылмандарға жауапкершіліктің өте ауыр жүк екенін ашып көрсеткендей сезімге бөлейді. Осыншалықты ауыртпалығына бой алдырмай сынақтан дұрыс өту ақыретті жағдайды жақсартады. Ал жауапкершілікке салғырт қарап бейберекет өмір сүру екі дүниеде орнатылмас өкінішке апарары сөзсіз. 39-шы хадис. Теңдік емес әділет. Абу Бәкірдің, Алла оған разы болсын, айтуынша, Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, бар жұмысты әйелге тапсырған халық ешқандай көңілдері жай таппайды, оңбайды деген. Хадиске түсініктеме: әділеттілік қайда да болса дұрыс, ал озбырлық жиіркенішті іс. Әділдік орнаған әрбір қоғам әрқашан бақытты әрі адамша өмір сүрудің ең тамаша үлгісін көрсете алады. Ал озбырлық билеген қоғам ешқандай бақытқа жетпек емес. Біз көбінесе әділдік пен озбырлықтан орнын ауыстырып жібереміз. Өзгенің мал-мүлкіне қол сұғып қиянат жасағанымызды әділдік деп санаймыз. Негізінде әділет пен озбырлық екеуі екі басқа ұғым. Ислам ғалымдары әділетті бар нәрсені лайықты орнына қою десе, озбырлықты бір нәрсені лайықты орнына қоймау деп қысқа әрі нақты анықтамасын берген. Ислами қоғамда әйелдің ең маңызды әрі лайықты орны жанұясы. Оны жанұясынан алып өзге жерлерге қою арқылы оның құқығын бердік дей алмаймыз. Керісінше оның құқығына қол сұққандық боламыз. Мәселен, бір жылқыға ет, итке шөп бермейтін болсақ, олардың құқығына қол сұққандық болмаймыз. Өйткені аттың тамағы шөп, ал иттің тамағы ет болып есептеледі. Аттың ән айтылуы да оған тағылған күнә емес. Ат жүгіретін жер таппаса, ондай жағдайда ол нағыз бейшара. Дәл осылай әйелдің де басшы болып ел басқармауы оның кемшілігі болып саналмайды. Керісінше әйелдің негізгі қызметі болашақтың билері мен батырларын тәрбиелеу. Оларға осы міндеттерін орындатпау оның мойнына қаңылтырдан медаль таққанмен бірдей. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, Иран императорының қызы Боран мемлекет басшысы болып сайлағандығын естігенде жоғарыда келтірген хадисті айтып, бұдан былай олардың ілгері дамып өркендей алмайтынынан алға тартқан. Басқа бір хадисінде, егер де сендердің бастықтарың ең құрметті бай әрі жомарт адам болса, сондай-ақ істеріңді келісім арқылы шешер болсаңдар, мұндай жағдай сендер үшін жер беті жердің астынан әлдеқайда артық болады. Ал бастықтарың жаман әрі сараң бай болса, бай адам болса, сондай-ақ барлық істі әйел адам шешер болса, мұндай жағдайда сендер үшін жер бетінде жүргеннен жердің астында болу әлдеқайда артық деген. Ислам мемлекеттеріндегі әйел құқығы Европадағыдай болып келеді. Олардың тарихында сауда-саттықпен айналысып, ел басқарғандар әйелдер болған. Әйелдерді осындай істерге араластыру қаншалықты дәрежеде дұрыс? Олар мұндай істі ұната ма? Басты мәселе осында. Әйел психологиясын ғылыми тұрғыдан зерттегенде ғалымдар мынадай тұжырымдарға келген. Негізінде әйелдер басқарушы әрі саяси істерді ұнатпайды. Олар болса еркектің ісін әйелдердің істей алмауын қалыпты жайып, ал әйелдердің кейбір істерін еркектің істей алмайтынынан да мойындаған жөн. 40-шы хадис. Күйеулерінің хал жағдайын айтқан әйелдер. Хазіреті Айша, Алла оған разы болсын, анамыз былай дейді: 11 әйел өздерінің арасында отырып күйеулерінің хал жағдайларын, сипаттарын ешқандай жасырмай айтуға келісіпті. Біріншісі: менің күйеуім тау басындағы әлжуаз түйенің еті сияқты. Тауда түзу емес қой шығатындай, ал түйе де семіз емес қой алып баратындай депті. Екіншісі: күйеуім жайлы толық айта алмаймын, өйткені бастар болсам аяқтай алмай қаламын ба деп қорқамын. Егер ол жайлы айтар болсам, түк қалдырмай барлығын айтам деп. Үшіншісі: күйеуім ұзын бойлы, ол жайлы айтсам ажырасып тынам, үндемейтін болсам базбаяғы қалпымда қалам дейді.
Төртіншісі, күйеуім түн сияқты, не суық емес, не ыстық емес. Одан қорықпайсың да, жалықпайсың да депті. Бесіншісі, егер күйеуім үйде болса, момақан, ал түзде болса, арыстандай, сенген нәрсесін еш сұрамайды деп. Алтыншысы, күйеуім жейтін болса асайды, ішетін болса сіміріп салады, жатар болса созылып көрпесін оранып алады. Менің жағдайымды түсіну үшін қолғабыс жасамайды. Жетіншісі, күйеуім өте жайбасар және маубас, салақтығынан жұмысы жиылып жатады. Барлық дерт соған ғана берілгендей. Жетпегендей қолына түскенмен басымды ұрып денемді жаралайды. Сегізіншісі, күйеуімнің исі керемет запыраңдай, ал денесі қоян сияқты депті. Тоғызыншысы, күйеуімнің үйінің тіреуі биік, қылышының қыны ұзын, ошағының күлі көп, үйі мәжіліске жақын адам деп. Оныншысы, күйеуім бай, оның байлығы қалай? Оның көп шөгетін, аз бос жүретін түйелері бар. Аспаптың даусын естісе, пәлекетке ұшырайтынын біледі. 11-шісі, менің күйеуім Әбузар. Ол Әбузар болғанда қандай? Ол көңілімді жай таптырады, құлақтарымды сырғамен, қолдарымды да білезікпен толтырады. Ол мені тау жайылымында жүрген отардың басынан алып, ат пен түйенің шуылы мен дәнді дақылдың ортасындағы қырманды жанұяның арасына әкелді. Онымен әңгімелесетін едім, бірақ бейәдеп сөздер айтпас едім. Менің ұсынысымды кері қайтарған емес. Таңға дейін ұйықтамаймын, не кием, не ішем демеймін. Оның анасын айтсаңыздаршы, қоймалары үлкен әрі кең. Ал оның баласы ас алдына. Төсек орны таптаса жібектей. Оны қозының ас желігі тойдыратын еді. Қызы да қандай тамаша, әке-шешесін мұқият тыңдайды. Қарасаң көзің тоймайды. Ал күңі де дәл солай. Өсек аяңға жуымайды. Романымызды жасырып, жақсымызды асырады. Үйді сүттей үйітіп отырады. Омырауымызда сүт толып жатқанда Әбузар шығып кетті. Сол кезде аш қасқырды жаландаған екі баласы әйелге кезге кетті. Ол екеуі анасының қолтығына қыстырған анармен ойнап келе жатты. Ол менімен дереу ажырасып, сол әйелмен отау құрды. Мен де қарап қалмай жүрекпен сүйген адамыммен тұрмыс құрдым. Ол ер жүрек атты жауынгер, қолына найза алып, үйге көп түйе алып келеді. Маған әрбір малдан жұп-жұбымен берді. Ай, Үммузар, әулетіңе де бер деді. Бірақ оның маған бергендерін жинасам, Әбузардың қаптарының кішкенесін де толтыра алмайды дейді. Айша анамыз былай дейді: Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлем болсын, маған былай деді: мен сен үшін Үммузардың Әбузары сияқтымын. Хадиске түсініктеме. Дәл осы әңгіме ислам діні келмей тұрып Мәдина қаласында болған деген әңгіме бар. Сондай-ақ бұл әңгімені Йеменнің бір ауылында, кейбір деректерде Меккеде болған деген де нұсқалары кездеседі. Бірінші әйелін айтқысы келгені мынадай болатын: күйеуімнің кейбір әрекеттерін ұнатпаймын, ол өзі жүрген бір тәкаппар, мұнысымен қоймай жағымсыз мінез деп. Екіншісі, күйеуім жайлы тілмен айтып жеткізе алмаймын, ол жайлы айтып ажырасып жатар жайым жоқ дегісі келген. Үшіншісі, күйеуінің өте ұзын екенін айтқан. Оның кемшілігін айтар болсам, онымен ажырасуыма тура келеді, ал айтпасам, бәз баяғы қалыпта қаламыз деген. Төртіншісі, күйеуін мақтаған. Күйеуімнің түсінігі мол, өте нәзік, әдепті жан. Ол мені ешқашан ренжіткен емес. Екеуміз бір-бірімізді жақсы түсінеміз дегісі келген. Бесіншісі, ол да төртінші әйел сияқты күйеуін мақтаған. Көп ұйықтайтын болғандықтан оның ұйқысын аңға ұқсатқан. Соғысқа қатысар болса, арыстандай алысатынын айтқысы келген. Алтыншысы, күйеуінің тойымсыз қомаға екенін айтып шағымданған. Қиындыққа қол сұқпайды деген сөзі арқылы өз бойындағы ауруының қауіпті екенін біліп, еш тиіспейді деп мақтаған. Алдымен жамандап, артынан мақтаудың себебі ол әйел күйеуіне кемшілігінді айтпаймын деп ант берген екен. Жетіншісі, күйеуінің қолынан ештеңе келмейтінін айтқысы келген. Сондықтан үйдегі барлық іс менің мойнымда. Сегізіншісі, күйеуінің халықтың арасында жарасымды киім киіп хош иіс сеуіп жүретіндігін әрі әдепті екендігін айтқысы келген. Тоғызыншысы, күйеуінің өз құрбылары арасында беделді, ұзын бойлы екенін, сонымен қатар қонақжай адам екенін айтып мақтаған. Оныншысы, күйеуінің үйінде түйе асырайтындығын айтқан. Қонақтар келер болса, оларға түйенің еті мен сүтін тарту етіп, көңілдерін аулап, ризалығын алады екен. 11-шісі, ол әйелдің әңгімесіне қарағанда тау басындағы шопанның қызы екендігі байқалады. Кейіннен ол аты мен түйесі бар Әбузарға тұрмысқа шығып, айтқаны екі етілмей
орындалатын болған. Не ішсем не кием демей өмір сүрген. Уақыт өте Әбу Зар онымен ажырасқан. Сонымен ол әйел басқа бір кісімен тұрмыс құрған. Бірінші күйеуін ұмыта алмаған Умму Зардың көзін екінші күйеуінің сыйы еш тойдыра алмапты. 11 әйелдің оқиғасынан кейін Хазіреті пайғамбардың Айша анамызға мен сен үшін Умму Зардың Әбу Зары сияқтымын деп айтып, оның көңілін аулап, екеуінің арасынан тату-тәтті екендігін білдірген. Хазіреті пайғамбардың осы сөзіне Айша анамыз ата-анам сен үшін құрбан болсын, сен мен үшін Әбу Зардан де артықсың деген. Бұл хадистен мынадай нәтижелер шығаруға болады. Біріншісі, танымайтын әйелдің ерекшеліктерін айтуға болады, танитын әйелдің әдемілігін айтуға болады. Екіншісі, ер кісі әйелінің дандайсып кетпейтіндігіне сенімді болса, оны жақсы көретіндігін бетіне айтуға болады. Үшіншісі, исламға кереға болмаса, мәртебелі кісілерден үлгі-өнеге алуға болады. Әйел адам күйеуінің жақсылығына рахмет айтуы керек. Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлем болсын, күйеуінің жасаған жақсылығына рахмет айтпаған әйелге Аллах тағала мейіріммен қарамайды деген.